Атқандарды соттаңдар. Халықтың саны көбейді. Қазіргі кемі 200-ден астам азаматшылар жиналып отыр. Барлығы сол алаңдатыны еліміздегі ең үлкен әуежай. Соның ісі, соны басып алу ісі бойынша 5 азаматтың үстінен қылмыстық іс қозғалған болатын. Сағат қазір 2-ден 37 кетті. 13-23 минуттан сот басталу керек жалпы сағат 3-те. Бірақ сот ғимараты әлі есігін ашпаған. Мен қазақ, мың өліп, мың тірілген. Әкімшілік қызметкерлер жалпы мына жиын заңсыз деп айтқылары кеп тұр. Әлбетте сотқа қолдау білдіру, сотқа келу, қатысу ол толық әр азаматтың өз құқығы. Мына кісілер қандай тапсырма берген өздері ұқпай тұр міне. Жоқ, сот қашаннан бері митингке айналды. Перед вами это с Акимата выступал человек? Ол сотқа сұрақтар. Местный или Сотқа. Ашық сот қой бүгін. Кешіріңіз, сіздің сөзіңіз естілмеді және аппарат дұрыс істемеді, үзіліп. Бұл стихиялы жиын бейбіт митинг болып есептеле ме сіздің ойыңызша? Жоқ, заңсыз әрекет саналады. Сол себепті жаңа түсіндіру, заңнаманың талаптарын түсіндіру жүргіздік. Бірақ Қандай әрекет заңсыздық? кешіріңіз, прокурор мырза. Прокурордың өзі нақты жауап айта алмайды. Өйткені оған тапсырма берілді, барда ескерту жаса деп. Әйтсе де бұл азаматтар бір кез келген күні бір әдеттегідей жиналып, қолдарына плакат, ұрандармен жиналып жатқан жоқ. Бүгін сот отырысы, осымен ол 14-ші сот отырысы, және соңғы күн бүгін әуежай ісі бойынша сот үкім шығарады. Осы үкімге қатысуға көптеген азаматтар келді ғой. Сот қазір сағат 3-те болу керек. Енді келіп осы жиынның барлығын заңсыз деп отыр. Халық террорист емес! 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 Әділ сот! Әділ сот! Террорист мынау! Террорист мынау! Міне, террорист! Қазақ жігіттер емес, террорист мынау, нағыз террорист! Осын соттандар! Осын соттандар! Осы жолдан бүкіл ата-бабаларымыз өткен. Ең жақсы Жәнібек ханның Абылай ханның ғана тұсында болған қалған уақыттың бәрінде отарлау саясатымен Совет өкіметінің орыстардың құлдығында әлі күнге дейін келе жатырмыз. Міне сол көшіріліп алған саясаттың арқасында қолымыз кісенде, батырларымыз арқанда осылай отырмыз. Халқым, осы сот әділдігін шешсе, әлі көреміз. Әділ болса, онда жаңа Қазақстанның болашағына сенуге болады. Осы соттан барлығын шешіп, барлығынан үміт күттіреді жаңа Қазақстанның болашағы. Егер біздер соттап жіберетін болса, онда жаңа Қазақстан жоқ. Жаңа Қазақстан жоқ онда. Подсудимых Нурпиисова, Шелебаева, Карменова, Далибаева, Тлюжанова рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело и преданы суду по статьям, изложенных в обвинительном акте. 90 часть 1 статья 269 часть 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан назначено наказание по статье 272 часть 1 4 года лишения свободы. По статье 200 часть 2 пункт 3 Уголовного кодекса 2 года лишения свободы. По статье 191 часть 1 Уголовного кодекса 2 года лишения свободы. По статье 269 часть 3 Уголовного кодекса 8 лет лишения свободы. В соответствии со статьей 58 часть 3
окончательно назначить путем поглощения более строгим наказанием менее строгого 8 лет лишения свободы. Местом отбытия назначить наказание определить учреждение уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Свободы. Қазір ғана жазықсыз жаңа Қазақстанның сот өтті, әділетсіз сот өтті. Жарсыз адамдар неге соттайды, соны айтыңызшы. Бүкіл әлемде күлкі болады сендердің естеріңде. Көзім шыққан жазылып қой. Қазақтың жаулары, оу. Қазаққа неге жандары ашылмайды? Қазір ғана әкесін 8 жылға соттады, өте ауыр. Менің көңіл босайды. Кішкентайынан бері қазақ деп айтып келе жатты. Қазақты қорғап террорист болып кететіндер мен бұдан күтпеп едім. Мен бұндай тем более күтпеп едім. Бәріміз бүкіл отбасымызбен жиналып едік, көкем шығама деп. Мен бұндай дым күткен жоқпын. Дым істей алмаймыз дейді. Қазір сот аяқталды, үкім шықты. Өкінішті азаматтарымыз 8 жылға қамады. Мына ыржиып келе жатыр. Күліп жүр мен полицияның. Өкінішті Ахмет Байтұрсынұлы айтқан көкөсектер әлі бар. Бір НКВД кеңес өкіметіне әлі де қызмет жасап жүрген сияқты. Бір бұларға азғантай ұлт, қазақ ұлтын репрессиямен құрту керек деген тапсырма алған сияқты. Өте ауыр, өте қиын қазір бүгінгі сот отырысы. Қаншама дәлелдер ақтайтындай дүние еді. Өкінішті бәрін. Қоғам үшін, Қазақстан тарихы үшін өте ауыр, өкім шықты деп есептеймін. Қазір қанша міне өрт сөндірушіге дейін, полиция қызметкерлері, іші барлық ОМОН, ғаламторды сөндіріп тастаған. Міне ОМОНдар іштерінде ұялы телефонмен түсіріп тұр. Қазір біз сот ғимараты Наурызбай аудандық халыққа қызмет көрсету орталығының арт жағы ғой. Толған міне осындай полиция қызметкерлері, тұр полиция. Тіпті міне өрт сөндірушілерге шейін келіп отыр. Автобустар бұл ғимараттың алдында да осындай техникалар, автобустар. Халық террорист емес. Құрметті азаматтар. Қазақсыңдар ма? Жоқ, Қытайсыңдар ма? Беттеріңді көрейік пе? Беттеріңді көрейік пе? Беттеріңді көрейік пе? Мынау немене бет мынау? Мынау не бет? Неге ашпайсыңдар? Беттеріңді неге ашпайсыңдар? Біз достар қоршаудың ішіне алды. Автобус дайындап қойған. Батырлары
көздерінен мұң көресің. Түптеп келген кезде халықпен бірге ғой барлығы. Бірақ өкінішті қазір соттан кейін жиналған жұрт, туысқандары, қолдаушылары, қоғам белсенділері ешқандай шешіммен, үкіммен келіспейді. Наразылық ретінде келіспеушілік осылай алып кетіп, ол азаматтар түрмеге емес, сот залынан бізге қатарымызға босау керек деп отыр. Ауыр. Барлығының ағайын туысқандарында үміт болған. Түрмеге емес, үйге қайтады деп үміт болып, сенім болып жиналды осындай жұрт. Халық террорист емес. Біз осылай бір топ азамат кетлингте қалып қалдық. Полиция мұнда жиналған жұрт әкесі, анасы, туысқаны түрмеге емес үйге қайтады деп келді ғой сеніп. Әуежайға барған үшін, патриот болған үшін. Жоқ, қаңтар кезінде аға, елімізде 170 мыңдай полиция бар. Сіздер атқару керек қызметті осы патриот жігіттер атқарды ғой. Орыстың солдаты келеді деп. Бөгет жасағысы келді ғой соған. Жоқ, қаңтарда неге қаңтарда неге сақтамадыңыздар қоғамдық тәртіпті? Қайда болдыңыздар жалпы? Жоқ, жеке азамат ретінде айтыңызшы, сіз қайда болдыңыз қаңтарда, аға? Ол сұрағы мен Қаңтарда қайда болдыңыз? Қоғамдық тәртіп деп қазір айтып отырсыз. Неге сол кезде сақтамадыңыздар? Неге бәрілерің қашып кетіп, Ресейдің әскерге біздің халықты қыру керек? Неге ОДКБ-ге қыру керек? Бізде департаментта құзыретті адам, ол бар адам, сол кісі жауап береді. Ант бердіңіздер ғой сол кезде. Халқыма адал қызмет етуге, қорған болуға. Мына аяқ киімнен бастап толығымен осы халықтың салығы ғой сіздер кидіріп отқан. Халықтан үлкен ешкім жоқ. Мына халық жау емес. Сіздер де бізге жау емессіздер. Қоғамдық тәртіп ол сіздерге бұйрық берген кезде ғана емес, менің азамат міндетім деп те қорғау керексіздер ғой сіздер. Қаңтарда бәрілеріңіз тығылмай. Қан төгілді сіздер тәртіпке қарамаған үшін. Бізде демократияға адам басамыз десек, мұндай әділетсіз соттар болмау керек. Сондықтан билік ауысу керек деп ойлаймын. Ауысу керек, ауысу керек. Қасым-Жомарт, жазықсызған төктіңдер, талай жанның қабырғасын сөктіңдер, жау болдыңдар, өз халқыңа оқ атып, кінәсіз талай жанды абақтыға қаматып, көз жасына қалдыңдар, ата-анасын зарлатып, өз халқыңа террорист деп кінә артып, жалған жалаң бара жатыр, жүрек етті сыздатып, күн келер, есеп берер, әр атқан оқтарыңа, мәз болмаңдар, 5 күндік ішіп жеген боқтарыңа, ұмытпа, жауап берер күн барын ал алдында, ерлігіңді мақтан етсін ел бүгін, белге байлап тәуекелдің белдігін, белсенділер ақиқатты айтпаса, ойлаушы еді сенен басқа елдігім, әр қазағым жалғызым деп білесің, еліңменен бір қайғырып күлесің, сон биліктен қысым көріп жатсаң да, тоқтатпадың әділдіктің күресін, өткісе де өз өмірін шермеден, батырларым ел үшін терлеген, қазағым деп белім буған ерлерді, құзғын билік босатыңдар түрмеден, бостандық! Апелляциялық соты болады. Соған бәріне хабардар берейік. Бүткіл әлеуметтік жері арқылы, Твиттер арқылы, басқа да әлеуметтік жері арқылы дамушы мемлекеттердің құлағына біз жеткізіміз керек бұл. Бірінші кезекте. Біз осыны жеткізу керек. Біз әділетсіз осындай жағдай болып жатқан көрсін бүткіл әлем. Мына қаншама жазықсыз азаматтар түрме толды. Жастармен бәріне толды түрме. Қаншама осы қаңтар оқиғасы бойынша үн-түнсіз сотталып кеткен азаматтар мыңнан асады. Сондықтан бұның арты, мен сіздерге неге әкелетін, мен сіздерге айтып отырмын, бұның арты үлкен толқуларға келеді. 100% себебі экономика бізде де құлдырап жатыр, ертең кейге құнсызданады. Ана азық-түліктің бәрі біткен кезде, ана қарын деңгейінде ойлап жатқан шүкірлайлар бар ғой, осы жүйені солар ауыстырады. Сондықтан ол ана жаңағы белсенділерді қамап, белсенділерді азайтам демес, белсенділер әлі мыңнан миллиондап шығады. Өкінішті біздің елде қарынның деңгейінде ойлайтын азаматтар саны өте көп. Көк байрағымды жерге құлатпаймын.
Қаңтар қаһармандарына бостандық, қаңтар боздақтары ақталсын.